Ассалаумағалейкум, қайырлы күн құрметті оқырмандар, құрметті біздің тұрақты көрермендеріміз. Дін мәселелерін зерттеу орталығының Күлтөбе студиясы келесі өзінің бағдарламасын ұсынады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дін және жастар. Аталған тақырыптың өзектілігі де, бүгінгі қоғамдағы маңыздылығы да өздеріңізге, саналарыңызға аса күрделі нәзік екендігі айтпаса да мәлім. Осы және өзге де тақырыптарды тарқатып айту үшін осы Күлтөбе студиямызға біздің елімізге танымал ұстаз Нұралы Бақытұлын шақырып отырмыз. Аға, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Нұралы Бақытұлы ұстазымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Республика ақпарат насихат тобының мүшесі, Жамбыл облысы Хибатулла Тарази мешітінің наиб имамы және де сол мешіттің жанындағы медресе колледждің ұстазы, елімізге белгілі уағызшы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Аға, жаңа андатпада айтып өткенімдей, дін және жастар тақырыбы бүгінгі таңда өзіңіз де білесіз, мешіттерімізде Құдайға шүкір, жұмаға баратын азаматтардың намазға, алдағы келе жатқан Рамазан айларының оразасында да мешіттерімізді толтырып жатқан осы біздің жастар мен одан ортаңғы топ өкілдеріміз екендігі жасырын емес. Десек те, бүгінгі жастардың мешітте діни білім алуы қуантарлық жағдай. Өкінішке орай біздің жастарымыздың сол діни білім алуына да кейбір қарсы топтарды да әлеуметтік желіден кейде байқап қаламыз білімдерінен. Неге мешіт ашасыңдар, неге мектеп ашпайсыңдар, неге өндіріс орнын ашпайсыңдар, балдарыңды мешітке бергенше басқа жаққа бермейсіңдер ма деген секілді сөздерді түсініп қаламыз. Жалпылама жас азаматтың, жас өспірімнің таным түсінігінің, өзінің жеке тұлғалығының қалыптасуында діннің орны қандай? Осы мәселемен бүгінгі тақырыбымызды ашып алсақ. Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті медет бауырым, Аллаху субханаху ва тағала осы отырысымызды бір ғылыми мәжілістердің қатарынан етіп, иншалла өзінің құзырында жақсылық таразда салмақты болу нәсіп етсін, иншалла Алла тағала. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жаңа жастарға жалпы тұлға болып қалыптасу үшін мына діннің орны қандай дегендей. Мен айтар едім, жалпы жастардың бір тұлға болып қалыптасуы әуелден ата-бабамыздан бастасақ, ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ертең аршының аясында тұратын жеті, азап көрмейтін жеті адам сол жастайынан құлшылықпен өскен кісі деді. Сонда қарап тұратын болсақ, бұл жастайынан жалпы мұсылман адамның жастайынан діндар болып өсуі, діндар болып жүретін мұсылмандар бар, діндар болмай жүретін мұсылмандар бар. Жалпы қазақия, жалпы мұсылманшылық деп танысақ, бірақ ішінде намаз оқитындар өте аз. Ол бір. Жастар, көптеген жастар ағылып мешітке келіп жатыр деп айтып қалдыңыз ғой. Бірақ біздің көзімізге солай болып көрінеді. Ол статистика бойынша Қазақстанда жалпы мешіттерге жиналатын жамағаттың саны 2,5%, 3%-ға жетіп жығылады десек те болады. Сонда мына жақта қанша пайызы бейнамаз деген сұрақ туындайды. Ол бейнамаз адам, дұрыс емес адам деген жауап шықпайды бұл жерден. Бірақ сол Қазақстанның жастарының 10 топқа бөлетін болсақ, соның бір тобы ғана мешітте деп айтсақ та болады. Бір тобы да. Сондықтан қазіргі таңда жастардың жаңағы лудоманияға кіріп кетуі, жаңағы дұрыс емес заттарды қолданып, мына наркотиктің соңынан түсіп кетуі, я болмаса атеист болып жатқандары бар, қызтеке болып жатқандары бар, Алла сақтасын. Сол жастардың мешітке келіп, жалпы насихатты дұрыс тыңдамауынан деп мен өзім есептеймін. Ол бір. Екіншіден, жалпы мынау көбінесе мынандай сөздер айтылады ғой. Қашан намаз оқисың десе, пенсияға шыққаннан кейін намаз оқимыз деп жатамыз. Негізінде Али радиаллаху анхудың айтқан сөзі бар. Жас кезіңде жазғаның тасқа қашап жазғандай дейді. Қартайғанда жазғаның құмның бетіне жазғандай дейді. Бір жел тұрған кезде ұшып кеткені секілді, қартайған адам ол жаттаудан да басқа нәрседен де қауқарсыз болып қалады. Ол бір. Мен айтар едім, негізі сауапты істі де адамзат баласы жас кезінде істейді. Өзінің еліне де қызмет қылған кезде орасан зор еңбекті сол жас кезінде істей алады. Дәл сол секілді жас кезінде сауапты істерді жақсылап істеуге Құдай тағала оның бойына күш қуат берген болатын болса, күнәлі істі де ол шыңырау шыңына жеткізіп, күнәлі істі де сондай бір биік дәрежеде істей алады жас кезінде. Сондықтан мен айтатын, иманды болу
Абай атамыз айтты ғой, ақылды адамға иман парыз. парыз, иманды адамға ғибадат парыз деді. Сондықтан жастар егер иманды болатын болса, жастар намаз оқитын болатын болса, онда мен ойлаймын, елінің нанын емес, елінің қамын жейтін бір кемел бір тұлғаға айналады деп. Енді өкінішке қарай, жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз, қазіргі таңда мына жастар мешітке ағылып жатыр, жастар намаз оқып жатыр, араб құлып болып жатыр. Бұлар одан да жаңағы білімге құштарлығын арттырмай ма жастардың? Жастар мешітке барып имамның уағызын тыңдап отырады, одан не пайда? Қай мемлекетті көрдің дінді ұстанған дамып кеткен деген сияқты атеистердің, тәңіршілердің айтып жататын уәждері бар. Бұған исламның кінәсі жоқ. Ислам діні бірден бір мен айтар едім, ол ғылым діні. Сіз менен біз мұсылман бұл өзіміз санадық па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ең алғашқы түскен аяттар оқы деп түскен аяттар. Сондықтан біз басқа үмметтен артықшылығымыз, біз оқы деген үмметпіз. Ал енді оқуда кенжелеп жатсақ, ол исламның кінәсі емес, ол сіз бенен біздің кінәміз. Ана бір келін болып түскен ғой, бір келіншек бір үйге. Сөйтсе дейді, жаңағы үйінде бір келеңсіз оқиға болып қалса, келін түсі келіннің аяғынан, сенің кесіріңнен, бірдеме болып қалса, сенің кесіріңнен деп жаңағы келіннен көре береді екен дейді. Сөйтсе жаңағы үйдегі адамдар жеті атасынан бері қарата таз екен да. Сонда жаңағы келін ашуланған кезде айтқан екен, жеті атаң таз болған кезде мен бар ма едім деп жаңа. Сол сияқты бұл діннен көре беру, ол мен ойлаймын, мысалы діннің жауларының істеп жатқан қылығы деп, керісінше біздің ислам діні ғылымға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылманның жоғалтқан нәрсесі даналық, кім қай жерден табады, соны пайдалансын деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіттің ішіне кіріп еді, сондай жарқыраған шыныдан болған шам тұр екен. Мұсылмандарда ондай шам болмаған. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кірген кезде шамды көреді. Соған дейін сахабалар дауласып жатты дейді бір-біріменен. Ей, мынаны қайдан әкелдің? Пәленше деген масихи, олардың өздерінің ғибадатханасында осы шам тұр екен, маған ұнап қалды, алып келдім дейді. Сен не бір масихтардың, кәпірлердің бір затын мұсылманның мешітіне алып келдің бе? Сахабалар дауласып жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіріп келіп, жаңа шамды көріп қуанып кетті дейді. Мана қайдан алып келдің? Осысына пәленшелердің құлшылықханасында тұр екен, мен де осыны сатып алдым біздің мешітке. Оған дейін мұсылмандарда май шам болды дейді, шынысы жоқ. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылды дейді жаңа сахабаға, кім-кім Құдай тағаланың үйін нұрландырса, Алла тағала оның жүзін нұрландырсын деп дұға қылды дейді. Міне бұл нәрсенің барлығы біз басқа адамдармен де мәміле жасап, басқа дамып жатқан мемлекетпен де дініміз бір болмаса да, солардан ғибрат алып алдыға өрлеуге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіз бенен бізге жол сілтеп жатыр. Сондықтан да иншалла қазір мұсылмандардың кенжелеп жатқан заманы болуы мүмкін. Ертең иншалла өрлейтін заманы болады. 100 жылда не дейді, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дегендей, иншалла Құдай қаласа болашақ осы иманды жастардың қолында деп сенеміз. Жалпы бала білімді де алып жатса, намазында оқып жатса, оның бетінен ешкім қағып жатқан жоқ. Әрине. Енді бір жаңа лудомания, ойын құмарлық, нашақорлық туралы айтып қалдық қой. Бүгінгі жастар жалпы сіздің көзқарасыңыз бойынша рухани аш па, қалай ойлайсыз? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетті, ер кісі өзінің отбасында әйелінен, бала шағасынан сұралынады деді. Мен ойлаймын, мына қазақта керемет сөз бар, әркім өзінің есігінің алдын сыпырса, бүкіл әлем таза болатын еді дейді. Бұл әкенің бақылауынан кетіп қалған, қазір қоғамда ажырасу көп, шеше өзінің ер баласын ұстап тұра алмайды дегендей. Сондықтан мен кінәлайтын едім, өзіңізде жабар сөзіңізде айтып қалдым ғой, әкелерді, еркектерді көп кінәлайсыз деп. Жалпы пайғамбар саллаллаху шегелеп айтып кеткеннен кейін Алла тағала Құран кәрімде ар-rijālu qawwamūna 'ala an-nisā, еркектер әйелдеріне үстемдік құрушы, яғни отбасына үстемдік құрушы дегеннен кейін бұл сол әке баласына дұрыс тәрбие бере алмағандық себепті, баласын бақыламағандығы себепті осындай болып жатады. Жаңа боксер Майк Тайсон айтқан сөзі бар ғой, көшеде жалаңаш қызды көрсем, осының үйінде бір намысты еркек жоқ па деп ойланамын дейді. Сонда қарап тұратын болсақ, жастарымыздың сондай жолға түсіп кетуі, ол әкесі уысынан шығарып болған, ең болмаса әкесімен ажырасып кеткен сондай отбасыларды көбінесе осындай жағдайларға ұрынып жатады. Сондықтан бұрын мына қазақта мынандай керемет сөз бар, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Мен айтам, бұл мақалдың да бір мансұқ болатын, күшін жойылатын уақыты қазір жетті ау. Өйткені әке көріп оқ жонып, шеше көріп тон пішіп жатқан жастар жоқ қазір. Әке көріп оқ жонып жатқан ол жоқ,
шеше көріп том пішіп жатқан қыз жоқ. Бәрі телефонда, я болмаса әлеуметтік желіде. Қазір мынау әлеуметтік желі деген сауапты да үйіп төгіп істеуге бір мүмкіншілік, дәл сол секілді күнәні да үйіп төгіп істеуге бір мүмкіншілік. Сонда қарап тұратын болсақ, өткенде мен бір жерде айтып жатырмын, киімсіз қалып кетсең қалып кет, машинасыз қалып кетсең қалып кет, бірақ телефонсыз қалып кетпе. Телефоның болатын болса, бүкіл жағдайды сен жасап ала аласың. Сонда қарап тұратын болсақ, бізді көріп, қазір ғибрат алып жатқан ұрпақ өте аз. Қазіргі таңда бала шағамызды, ұл қызды орта жолдан жұлып алып кететін тажал тәрбиелер көп. Біз жұмыста жүрміз, бірақ үйдің ішінде отырып ақ телефонмен олар бүкіл тірлікті бітіріп жатыр. Қарап тұратын боласың. Сондықтан да бұрын әкелеріміз біздерді өзінің қасына ілестіріп жүріп тәрбие берген болатын болса, қазір қай ата-ана бала шағасын қасына ілестіріп жүріп тәрбие беріп жүр? Ондай жоқ. Ол бір. Сондықтан осындай фитна жайлаған заманда, бүлік жайлаған заманда біз бұрынғы әке шешемізден де артық бала шағамызға көңіл бөлетін уақыт жетті бізге қазіргі таңда. Және қазіргі таңдағы бала шағаның тәрбиесі бұрынғы бала шағаның тәрбиесінен бөлек. Осы жол муфтияттан бізге не келді? Жыл сайын бір қоғамдағы маңызды бір тақырыптарды біздерге ұсыныңыздар, жұма уағызына соны жібереміз деп. Сонда мен айтып жатырмын, бала шағаның 21-ші ғасырдан былай қарата бала шағаның тәрбиесі деген бөлек мүлдем бір тақырып қою керек. Бұрынғы тақырыптар болды, ол бөлек мүлдем. Ол тақырыпты зерттеу керек сияқты. Ол тақырыпты да зерттеу керек. Сосын өткенде бір осы Қазақстанның ғалымдары, әсіресе мектеп жасындағы оқушыларды 3 типке бөлген екен. Мынау 90-шы жылдарға дейінгі туылғандар сізбенен бізді X. Олар, X тобы, олар не десең, мұғалім бір нәрсені істе десе, ата-ана бірдемені істе десе, сұрақ қоймай істеп кете береді. Одан кейін 90-нан 2000-ға дейінді Y. Y деген мұғалім ата-ана бірдеме істе десе, істейді, бірақ не үшін деп сұрай алады. Бірақ істейді. Ал қазіргі балдарды 21-ші ғасырларды 2000-нан 25-ке дейінгі G дейді екен. Неге десең, олар бір тапсырма берсең сұрайды екен сен. Мысалы, әкесі бұйрық берсе, мына не үшін орындауым керек деп сұрайды екен. Сосын әкесі түсіндіре алса істейді, түсіндіре алмаса істемейді. Келсесіз ба? Келсесіз. Мысалы үшін, кезінде қаладан ағаларымыздың ескі киімдері қашан келеді екенде күтіп отыратынбыз. Қазір сіз 4 оқитын балаңызды, 2 оқитын қызыңызды базарға апарып, өзінің талғамымен киім әпересіз. Сіз әперген киімді кимейді. Демек, олардың талғамы бөлек па? Демек, олардың да тәрбиесіне біз мына заманауи бір тәрбиенің бір жүйесін қоюымыз керек. Заманауи бір тәрбиенің жүйесін қоюымыз керек. Мысалы үшін мен бала шағамды қазір соткіден тиіп тастағам. Мынандай смартфон сотка ұстатпаймын, тек связға ғана, байланысқа ғана сотка ұстатамын. Бірақ кейде ойланам, заманына қарай адамы, смартфон заман. Мен олар неге тыйып жүрмін дегенде бір сұрақтар туындайды. Бірақ өзімді алдап қоямын, біріншіден оның ділі аман, екіншіден оның денсаулығы аман, оның көзі өзінің қалпында болады, уақыты көп болады деген сияқты сөйтіп өзімді алдайды. Бірақ кейде жаңағы өзім осылардың уақытында болған кезде мен қалай болатын едім деген сияқты сұрақта туындайды, көкейімде ондай сұрақта бар. Сөзіңіз аузыңызда, мен Маржан Жұмабаевтың бір сөзін айта кетейін осы жерде. Ата-ана баласына өзінің заманымен емес, болашақтың заманымен тәрбие берсін дейді ғой. Сондықтан мүмкін сіздің пікіріңізге қосылуға да болады. Бірақ екінші жағынан ол қатардан қалып кетуі де мүмкін ғой. Енді мен оларды не үшін тыям? Кезінде өзіміз телевизорден бірдеме көрген кезде соны істеуге тырысатын ек қой. Ол кезде ең хит болған совет пен немістердің соғыстары. Соны көріп болғаннан кейін көшеге шығып, ағаш автомат істеп соғысатынбыз. Брус Лидің киносын көріп көшеге шығып, қаптың ішіне қи салып, соны ұратынбыз. ДТ тракторының темірлерін варт етіп, соны көтеретінбіз. Айна жылына бір көрген киноның әсері бізге солай әсер ететін. Айлар бойы. Айлар бойы. Ал енді қараңыз, мынадан бүкіл жаманшылықта осы телефонның ішінде, бүкіл жақсылықта соның ішінде. Жастайынан балдардың бөлініп кетіп, жастайынан қыздардың мектеп жасында екіқабат болып қалып жатуы әлбетте осының әсері. Қарап тұратын болсаңыз. Мысал үшін, мен бір туыс қарындасым үйіне барып қалдым. 3 баласы 3 бұрышта быж-быж етіп бір телефон ойнап отыр. 3 телефонменен бір ойынды ойнауға болады екен, оны мен білмейді екенмін. Сосын ассалаумағалейкум деп кіріп барсам, үшеуі 3 бұрышта мені елемейді.
сосын қарындасым айттым, не мынау қандай жиен, нағашы келген кезде сәлем бермейміз. Тұрыңдар, нағашыларың келсе, ол анасының да құлағын тыңдап жатқан жоқ. Сөзін қыстырып жатқан жоқ. Оның сөзін қыстырып жатқан жоқ, оны тыңдап та жатқан жоқ. Сонда қалай кезінде біз үйге қонақ келетін болса, әкеміз мойнымызға сүлгімізді орап, жаңағы қолымызға құманымызды беріп, тазигімізбенен, тостағанымызбенен үлкен кісілердің қолына су құйып батасын алып тұратынбыз. Қалай болып жатыр қазіргі бізде неміз. Сондықтан менің айтайын дегенім, біз әкелер осы заманда анау қалай десем болады, екі есе жұмыс істеуіміз керекпіз бала шағаның тәрбиесімен. Қазіргі таңда бала шағаны білімге беріп, кружоктарға беріп, күреске беріп, сондай спорттың түрлеріне беріп, тілге беріп, оларды біз бос қылмай шұғылдандырып қоятын болсақ, олар бос болатын болса, мына нәрсеменен шұғылданады. Өзімізде телефонмен көбінесе, жұмысымыздың көбісі телефонменен қазіргі таңда. Күніміздің көп уақытысы телефонменен. Сондықтан қазіргі таңда бала шағаны тәрбиелеу үшін сол бір тәртіптің жүйесін құратында заман жетті ма деп ойлаймын. Заманауи. Жетілген. Жетілген. Бағанағыдай тиіп тастау деген нәрсе, ол баланы жастайынан солдырып тастау деп есептеймін. Мәселенің енді ол түпкі шешімі болмайды ғой бәрібір тиіп тастаған. Енді сіздің әкеге қатысты сөзіңізден мен бір қосымша сұрақ дайындағаным, соны қоюдың орайы келіп тұр. Отбасыда әке басшы болады деп жатырмыз да? Біздің де сіздің тәрбиемізде солай болып келді. Бірақ бүгін заман өзгеріп жатыр. Кейбір әкелер бар, шын мәнінде сол отбасының басшысы, кейбір өкінішке орай әкелер бар, ол отбасының басшысы емес. Әке бірақ басшы емес. Енді осы орайда бүгінгі таңда әйел мен әкенің, әке мен баланың орнын ауыстырып алған жоқпыз ба, біз қалай ойлайсыз? Әйел мен әкенің, әке мен баланың орны кейде ауысып, әке тұрған жерде ұл сөйлемейді дейтін еді ғой қазақ. Ал қазір кейбір отбасылық шешімдерді әкесі түрі отырып, баласы шешім қабылдайтын, әкесі отырып, анасының айтылған мәселесі орындалатын отбасыларда біз көріп жүрміз ғой. Негізі біздің шариғатта мынандай нәрсені айтады. Сен қашан дамисың дейді, сен ерітуші болған кезде дамисың дейді. Сен қашан өзіңнің отаныңа үлесіңді қосасың, ерітуші болған кезде дейді, еруші емес дейді. Мысал үшін мен ішіп шегетін жігіттердің ортасында отырып, солардың айтқанына көндігіп отыра беретін болсам, мен оларға еріп жүрген адаммын. Онда бір күні солардың сапынан шығып қалуым әбден мүмкін. Ал керісінше оларды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиіп, өзімнің артымнан ілестіре білсем, онда мен өзгелерге пайдасы тиген, пайғамбар мақтаған адамның қатарынан боламын. Айтайын деген бірінші баланың мәселесі өте орынды қойдыңыз. Қазіргі таңда әкелер ерітуші емес, еруші болып қалды. Келсес, тиктокқа баласының қасында билеп түсетін кім? Шешесі қызымен бірге билеп түседі, әкесі баласымен бірге, тіпті пранктың өзін баласына ілесіп, ақсақал жасқа жеткен кезде, балашаға ақыл айтатын кезде, әке бала болып жүр, бала әкенің рөлін сомдап жүр. Орын ауысып кетті. Әке ақсақал отбасында отырып, келінге мынаны айтып, жаңа өнегелі қарттықты айтып, сөйтіп отыратын әке қазір өкінішке орай пранкқа түсіп, жаңа арзанқол бір ақшаға алданып, баласының идеясыменен сол пранкер болып, қазіргі таңда баласының қол астында жұмыс істеп жүрген әкелер көп. Бірақ өзі сол функцияға қалай түсіп қалғанын білмейді. Неге? Өзінің қоғамдағы орын, өзінің отбасындағы орын жоғалтқаннан кейін өкінішке орай осындай болып жатыр. Ата-ана, әке де, шеше қызына ілесіп, сондай бір релстер түсіріп жүр, ананы түсіріп жүр, көзіңіз көріп жүрсіз ғой, трендтер түсіріп жүр, әке де сөйтіп жүр деген сияқты. Ал енді сол әкесі баласының рөлінде ойнап жүргеннен кейін баласы оған әкем деп қарай ма? Ол қоғамның алдында бір тойға барғанда әкем деп айтуы мүмкін, бірақ әкенің рөлін өзі атқарып жүр, қарап тұратын болсақ. Сосын біздің де жаңа білімсіздігімізден қазіргі жастар дамып кеткен, сол біз баяғы механикаменен қағып кеткенбіз әкелер. Бала мынаны істеп берші, бала мынаны өйтіп берші, бүйтіп берші. Балада ойып қалып тасады. Мен білем, әкем білмейді. Мен білем, шешем білмейді. Ал содан кейін баланың міндетті түрде баладан бала әкеден басым түседі, қыз шешеден басым түседі. Сөйтіп қыз өзінің қылығын түзде көрсете береді, бала өзінің тірлігін сыртта бітіре береді. Өйткені отбасыда ол өзін бір үлкеннің орнында сезініп қалған, қараңыз. Шешім қабылдап сезініп қалған. Ал біздер балам не дейін, сенікі дұрыс шығар, сендердің замандарың ғой деген сияқты біз деп отыратын кезіндегі
қазақ айтты ғой, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі. Әйел шеге сияқты қағылып тұрса, еркек үйдің иесі болып түзден нәпақа тауып келіп тұрса, бала әкем шешемді құлдық ұрып алдыңда жүгіріп тұрса, сол нағызы қазақи, нағызы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне сай болған отбасы. Ал енді Құран-ы Кәрімде аят бар, лағанетті шайтанды Құдай тағала қуып тұрған кезде, мәңгілік қарғысқа қуып тұрған кезде, шайтан айтты, сен маған мұрсат бер қиямет күніне дейін деген кезде, Алла тағала оның да басын қабілетті Құдай тағала, мейірімді Құдай тағала. Сонда оның айтқаны, мен сенің жаратылысыңды өзгертем деді. Мен сенің жаратылысыңды өзгертем. Жаратылыс не? Жаратылыста Құдай тағала еркектерді әйелдерге үстем қылып қойған. Тіпті ана Зулайха аятта келтіреді, Зулайха есікке барып қалған кезде, ол Зулайха өзінің мырзасын есіктің қасында тапты дейді, көрді дейді, өзінің мырзасын дейді. Еркекті Құдай тағала мырза деп атаған Құран Кәрімде. Сол себепті біздің әжелеріміз менің мырзам, менің пірім деп отыратындығы сол Құранға ілескендігі себепті. Қараңыз, ол күйеуіне сөз айтуы былай тұрсын, мырзам дегеннен кейін, ол менің пірім дегеннен кейін, ол басқа бала шаған көзінше артық сөз айтады деген сөз емес. Енді сол кезде Құранда айтады, шайтан, мен сенің жаратылысыңды өзгертем дейді. Әсілінде жаратылысымыз еркектер әйелдерге үстемдік құрушы еді. Еркектер бір саты жоғары тұратын еді. Сөйтсе дейді, Пайғамбар саллаллаху хадисінде келтіреді, таиса абдаз заужа дейді. Әйелдің құлы болған еркек құрыды дейді. Әйелдің құлы болған еркек құрыды деді. Пайғамбар саллаллаху айтты, пенде пендеге сәжде етпейді, пенде пендеге сәжде ететін болса, әйелдерді күйеулеріне сәжде еттіретін еді. Бітті. Бұл сөзден кейін әйел адамдарға сөз жоқ, құлдық ұрып күйеуінің алдында зыр жүгіруі керек. Егер пайғамбардың қиямет күні шапағатына ие болам десе. Бірақ шайтан сондай жұмыс істеді. Қазір әйелдер еркектерден көп табады. Еркек те жұмыс істеуі мүмкін, бірақ әйелінен аз табады. Көп тапқан адамның сөзі де биік тұрады әрдайым. Өтімді болады. Ол еркектің жаратылысы пәсейді да, еркектің орнына әйелдің несі шықты, рөлі жоғары шығып кетті. Қараңыз. Дәл сол секілді әйел адам қазіргі қоғамда жұмыс істеп, еркектер үйінде сол әйелінің тапқан нәпақасына қатынның рөлін ойнап, жаратылысы өзгеріп жатқан еркектер бар. Түрі еркек, бірақ ісі қатынның ісі. Міне Құрандағы мен сенің жаратылысыңды өзгертем деген аятта бар, әйелдерге ұқсаған еркектерді, еркектерге ұқсаған әйелдерді Құдай лағнеттеді дейді. Қараңыз. Ол киім жағынан емес, жаратылыс жағынан. Киім жағынан да бар шығар бір мағына. Шалбар киіп жүру деген сияқты әйелдердің. Сондықтан қазіргі таңда өте дұрыс айтасыз. Еркек пен әке мен ананың орны ауысып кетті, бала менен әкенің орны ауысып кеткен қазіргі таңда. Сондықтан еркек болса, қатын өзінің орнын білсе, мен әрдайым айтамын, біз көп насихат тыңдамай-ақ қояйық, әжелеріміздің, аталарымыздың жолына қайтатын болсақ, бізде ажырасу да тыйылады. Кезінде әжелеріміз қызын тұрмысқа беріп жатқан кезде тасы болса кемір, суы болса сімір, тастай батып судай сің, тіпті қайтып келген қызын өлгеннен де жаманға санаған, сол босағадан сенің өлігің шықсын деген. Ал қазір ішіме сыйған, сыртыма сияды деп қасымызға алып келіп аламыз. Қараңыз. Сондықтан жетім көбейіп жатыр. Сондықтан әкелер өзінің отбасынан дұрыс қарамағандық себепті жесір көбейіп жатыр. Бір сөзіңізді айтып қалыпсыз, сіз көбінесе еркектерді кінәлайды екенсіз ажырасуға. Еркек не үшін еркек болып жүр отбасыда? Егер соны ұстай алмаса. Соны ұстай алмаса, соны ұстап тұратын атмосфераны создавать ете алмаса, онда не үшін еркек болып жүр? Мен айтамын, ажырасқан бізде көбейгеннен былай қарата көбейе береді. Білесіз ба? Әлем бойынша Қазақстан 2-ші орында. Әлем бойынша ажырасудан. ТМД бойынша Қазақстан 1-ші орында. Өзі 20 миллион қазақтың 12 миллионы қазақ десек, сол 12 миллион қазақ статистика бойынша әлем бойынша 2-ші орында. Бұл не деген масқара деген сөз? Қараңыз. Ал кезінде әжелеріміздің мектебін, аталарымыздың мектебін, сол насихатты өскен аналарымыз, Союздың кезінде арақ ішілмеген үй болмаған шығар. Сол кезде әкелеріміз күніге мас болып жүрсе де, мен осының босағасынан кетпеймін деп жүріп, түбінде сол әкелерімізді жеңіп, бітіп, бала шағасын өрбітіп, өсіріп, немере шөбере шөпшек сүйіп отыр қазір сол әжелеріміз. Қараңыз. Ал енді қазіргі таңда ол әжелеріміздің жоқтың қасы, біраз қабірдің астында жатыр. Алла тағала рахметіне алсын.
Сондықтан да менің айтайын дегенім, қазіргі таңда әке өте отбасына қарауға өте ықыласты болмаса, отбасын ұстап тұра алмайды. Мысалы, үйдегі қазіргі әйелдеріміз кезіндегідей аналарымыз сияқты қолменен тандырға нан жаппайды. Кезіндегі аналарымыз сияқты кір сабынменен қолменен кір жумайды. Бүкіл условия бар қазіргі таңда. Сиырды саумайды, дүкеннен сатып алып келе салады, нанды жаппайды, дүкеннен алып келе салады. Қоя берсең еркіне күнде тұшар бөркіне дегенде, адам сондай жағдайы жақсы болған сайын, білмеймін енді, мастана береді ма, ол бір. Сосын кейін Алла тағала Құран кәрімде еркекке талақтың жібін беріп қойды. Мен айтам, жалпы мұсылман әйел өзінің ерінен ажырайтын болатын болса, ол талақ беріледі міндетті түрде. Сонда ең точка, ең соңғы нүктені кім қояды? Еркек қояды. Соған дейін еркек ажыраспауға соған жағдайды жасау керек. Сондай бір аураны еркек жасап беру керек. Қараңыз, соған дейін. Ал демек, соңында талақ айтты ма? Талақты кім айтты? Алланың құзырына сол сұралынады. Сол жауап береді. Сол жауап береді. Не үшін айттың? Мынандай шылтау айтатын болса, сен еркексің ғой, неге қарамайсың? Қазақта сөз бар ғой, сен еркексің ғой. Істемейсің ба сол нәрсені? Бірақ бізде мынандай бір қасиет бар да, көшеде бір жігіт уәдесіне тұра алмаса, сен еркек емес екенсің, сен қатын екенсің деп айтамыз, Бір жігіт уәдесіне тұра алмаса, юбка киіп ал деп айтамыз. Бірақ үйге келеміз да, әйеліміздің, сен уәдеңді неге орындамайсың деп әйелімізбен ұрысамыз. Көшеде мойындап тұрсың, әйел уәдесінде тұрмайтындығын анаған айтып тұрсың да, үйіңе келесің де әйеліңнен талап етесің, неге уәдеңді орындамайсың, неге үйтпейсің, бүйтпейсің деп. Ол қатын. Қатындығын істейді бәрібір. Сен еркек, мысалы үшін мен ажырасам деп келіп жататын қыз жігіттер болады мешітке жаңа. Мен соларға насихат айтам. Пайғамбар айтқан жоқ па? Үйленіңдер, көбейіңдер, ертең үмметім көптігімен қуанам. Үйленген адамның үйінде ыдыс аяқ салдырамай тұрмайды ол. Ол қандай тақуа адам болсын, әйелінен ұрыс естіген ол адамдар. Ол әйеліне ұрысқан. Ол мүмкін емес нәрсе. Сонда қарап тұратын болсам, бұл дүниеде ешкімнің түтіні түзу шығып жатқан жоқ. Бүгін мен де ұрсам, ертең сіз де ұрсасыз. Бастысы ажырасып кетуге алып бармай, бала шағаны көбейтіп, Алланың құзырына барып тұрсаң, пайғамбардың алдында. Біреу ажырасып кеткен бала шағасын, бір баласымен, екі баласымен болмаса, сен пайғамбардың шапағатына лайықтырақсың ғой деймін да. Алланың елшісі, мені үйлен дедің, үйлендім, көбей дедің, көбейдім. Сабыр еттім бұл қатынның жаман қылықтарына. Менің алдыңа келіп тұрмын десең, бірден бір шапағатына әуелі ілініп кететіндердің қатарынан болады ғой сол үмбет, қараңыз. Сондықтан осы нәрсе бізге қамшы болу керек та, иншалла. Ақыретті ойласақ, мына дүниедегі еркектің орнын ойлайтұғын болатын болсақ, онда иншалла жақсы болады деп ойлаймыз, иншалла. Енді мына мәселеге ойсайықшы. Биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өзінің мерейлі 35 жылдық аясында ислам және отбасы құндылығы жылы деп жариялады. Және бір жыл бойы осы жыл аясында іс-шаралар өткізіліп жатыр. Және әр үлкен қаладағы облыстық орталық мешіттердің жанынан отбасыларға кеңес беру орталықтары ашылып жатыр. Бүгінгі таңда осы отбасы құндылығына ерекше көңіл бөлудің сыры неде деп ойлайсыз? Енді отбасы құндылығына ерекше көңіл бөлудің сыры жаңағы ажырасудың мәселесі көп, я болмаса әйелдердің таяқ жеу мәселесі бар дегендей. Зорлық зомбылық. Я болмаса бала шағасын асырай алмай отырған еркектер де бар. Және жетімдерлер де көбейіп жатыр қазіргі таңда, өкінішке орай. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осындай кереметтей жүйені ортаға қойды. Біз бастап кеттік. Әр облыста әжелер алқасы бар. Біз мешітке сондай шағым айтып келген отбасы болатын болса, бірінші әжелерменен сөйлестіреміз. Өмірінде қандай қиындықтар көрді деген секілді. Сосын өзінің қойған бір жүйелері бар. Сол этаппенен жыл бойы жұмыс істейтін болатын болсақ, иншалла бұл да бір әжептәуір отбасын сақтап қалуға үлкен бір үлесі бар деп сенеміз, иншалла. Сосын мынау балаңа балық берме, қармақ бер дегендей, кейбір отбасылар бар, мешіттің айналасына келіп, күйеуде, әйелде жаңағы не сұрап жүретін, қайыр сұрап жүретін отбасылар бар. Соларға да кәсіпкерлермен таныстырып, бір кәсіптің жаңағы ұшын шығарып беріп, я болмаса кәсіпкерлерге бір жақсы бір өзіне қолайлы бір жұмысқа тұрғызып беріп, сөйтіп қайыр сұраудан да алыстататын сол
осы жүйелердің ішінде сондай бір тармақтары да бар, жақсы кереметтей. Сондықтан да бұл бағдарламамен Құдай қаласа жұмыс істейтін болатын болсақ, қоғамымызға үлкен пайдасы тиеді деп сенеміз иншалла. Бүгін енді жаңа өзіңіз айтып жатсыңыз ғой, жыл өткен сайын тәрбиеміз де құндылығымыз да ауысып жатыр. Бұрын бір қара шаңырақта бірнеше отбасы тұратын еді. Иә. Қазір бір қара шаңырақта тіпті бір баланың да қалуы неғайбыл болып бара жатқан заманға кетіп бара жатырмыз. Иә. Және Бауыржан Момышұлы айтқандай, мен немерелеріне ертегі айтпайтын әжелерден қорқам деген екен ғой. Сол сияқты бүгін біздің ата мен әженің институтының орны төмендеп бара жатқандығында біз кейде жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, әжелер алқасымен біз міндетті түрде ақылдастырамыз деп. Сол тұрмысқа шығатын қызына әжесі өзінің өмірін айтса, тәлімін, тағылымын айтса, кішкене ол да бақытты отбасы болудың бір үлгісін көрсетер еді. Осы орайда ата мен әже институтының бүгінде біздің қоғамымызда қаншалықты маңызы бар деп ойлайсыз? Енді мен мынандай нәрсені айтқым келеді. Бірінші осы ата менен әже институты, сосын жаңағы ертегі айту мәселесінде бір айтқым келіп тұр. Бірінші ертегі айту мәселесін айтайын. Мысал үшін өткенде бір филолог мықты бір ата менен сөйлесіп қалдым. Сөйтсем жаңағы дәстүрді өте жетік жақсы бір хас шебер екен, сол дәстүрдің жаңағы түпкілікті жаңағы мәні қайда жатыр, соның бәрін ашып береді жаңағы кісі. Сөйтіп жаңағы мынандай керемет бір сөзді айтты: ертегі Құраннан сыр шертеді деді. Сосын тәңіршілдер біздерге айтады, сендер хадис айтып жатсақ, жаңа не айтып жатсақ, сендер ертегі айтып жатырсыңдар деп. Расында бір таңғажайып нәрсе ертегі болып елестейді ғой. Кезінде ертегі Құраннан сыр шертеді дегеннің мән мағынасы неде десең, кезінде аталарымыз, аналарымыз біздерге ертегі айтып беретін. Сәл есімізді жиып, әріпті танығаннан кейін ертегі кітаптарды қолымызға беретін. Сол кезде мысал үшін мен Алпамыстың жырын Желібайсын жерінде Қоңырат деген елінде бай бөр дейтін бай бопты, Алпамысты келтіреді жаңа. Арқаласы 10 баласы, қабырғасы қайыспапты. Не деген батырлық, сосын суға салса батпапты, отқа салса жанбапты дейді. Ана ертегіден жалпы бала қиялменен өседі ғой негізінде. Сонда енді ойланып отырсам, мысал үшін суға салса батпапты, отқа салса жанбапты деген баланың психологиясын Құрандағы мұғжизаларға сенуге дайындау екен. Әзірлеу. Ибрахим пайғамбарды отқа салса от өртей алмады. Иә? Нұхты суға салған кезде Нұхтың кемесін батыра алмады. Мынандай таңғажайып оқиғаларға баланың ақылы сыймай қалып, көтермей қалмау үшін бала күнінде сондай қиял-ғажайып ертегілерді айтатын болса, бала күнінде баланы ертегіменен оқытатын болсаң, ертең мынау Құранға сенгіш болады екен ол. Қабылдай алады. Таңғажайып оқиғаларды қабылдай алады. Мысалы, айдың екіге жарылуы. Керқұла атты Кендабай, ер қанаты аттың қанаты болды деп ертегілерді келтіреді. Пырақ Құранда хадисте келген мысал үшін. Мына жақтан дайын болған бала, дайын таңғажайып Құранда айтылған оқиғаларға иман келтіргіш болады, қараңыз. Сонда қарап тұратын болсақ, аталарымыздың, әжелеріміздің кішкентай кезімізде сондай таңғажайып ертегілерді оқытуы сол имандылығымызды ұстап қалудың үлкен бір бұлағы екен да, жастайымыздан біздің санамызға құйып қоятын. Ал енді әжелер мектебі жатсыз, әкелер мектебі деп жатсыз. Қазіргі таңда шынында ақсақал адамдар аз, өзінің жаңағы тәрбиесін беретін әжелер де аз десек те болады. Бар, жоқ емес, бар. Бірақ мен айтам әрдайым, Союздың кезінде 15 республика болып тұрған кезде біздің әкелеріміздің, біздің аналарымыздың бойында, ісінде шариғат бар еді, тілінде шариғат болмаса да. Көршіңмен тату бол деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзіңіз білесіз, көрші үйден бір тостақ қант сұрап ала алатын кезінде. Нан сұрап ала алатын. Қона салатын. Тұз сұратын, пістемай сұрап ала алатын, қона салатын. Ортада сым шарбақ болатын, бір-бірін көріп тұратын, сәлемдесіп тұратын. Ал қазір пескаблок заборменен қорған қылып қоршап тастағанбыз. Көршіңнің үйінен қазір бір тостақ қант сұрасаң, сені дуана деп айтады, сені қайыршы деп айтады. Тіпті иш шығарып жет желпек апарып берсең алмай қояды. Иш шығарып жет желпек апарып берсең, оны алмай қояды. Кезінде біз таласып алатынбыз. Ал енді біздің бабаларымызда асар деген нәрсе болатын. Жүгіріп біреу қора салып жатса, үй салып жатса, баласын жіберетін. Анау пәленше менің інім, соған барып сен еңбегіңді сіңір.
ағайындық туыстық қарым қатынасың жалғастыр деп әкелерім солай жіберіп отыратын. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын ауылға барсам, жаңағы бір топ жігіттер жиылып ағамның үйінен отынға кетіп баратыр. Ағам айтады, мыналардың әрқайсысына келгеннен кейін 2000 теңгеден беру керек дейді. Мен айтамын, қалай, менің ақылым көтерілмей жатыр. Мен көкелерімнің, туысқандарымның қой кезегін тегін бағып беретінмін. Тегін бағып беретінмін. Отынын тегін шауып беретінмін. Мен айтамын, қалай сен 2000 теңгеден бересің десе, қазір бізде ауылда сондай дейді. Қараңыз. Неге осындай болып кеттік біз? Ал кезінде әкелеріміз өзінің туыстарына сені жіберіп жұмыс өткізетін, асарына жіберетін, тіпті көршімен қарым-қатынас қандай болатын еді. Я, ауылда бір мәселе ушығып шықса, ауылдың ақсақалдары сол нәрсені шешіп тастайтын еді. Ісінде шариғат болды. Кезінде олар арақ ішіп жүрсе де, кезінде жаңа мен арақ ішкенін мақтап айтып жатқан жоқпын. Олардың бойында сондай шариғат көрінетін еді. Мұсылманшылық болды. Мұсылманшылық болды, ісінде болды, тілінде болмаса да. Бірақ қазір біз сайраймыз, тілімізде шариғат көп, біздің тілімізде. Тілімізден балтамдырып тұрып әдем айтамыз, бірақ ісімізде шариғат жоқ. Туыстық қарым-қатынас жоқ. Жұбайларымызда мейірімділік жоқ. Бала-шағамызға тәрбие жоқ. Жоқтың қасы. Барлық нәрсе ақшаға сатылады қазіргі таңда. Сондықтан енді Алла асырасын, Алла өзі қазаққа пана болсын, дұрыстап жұмыс істемесек біз, онда қоғам кері кеткені кетті. Енді ол барлығы мынау жаһанданудың да біздің санамызға, тұрмысымызға әсері ғой. Иә. Енді осы жерде жаңа біз тақырыпты айттық, жастар, біздің жастардың ол тәрбиеленетін ортасы ол сөзсіз отбасы. Ол отбасыдан алған тәлім-тәрбие, жаңа өзіңіз де сөзіңіздің басында айттыңыз, ұрпақ ұшқан ұясынан алған тәлім-тәрбиесін ертең ол бойынан қалыптастырады, көрсетеді. Енді осы орайда біз енді дін мәселені зерттеу орталығы болғаннан кейін жат ағымдармен де жұмыс жасаймыз. Онымен сіздер де жұмыс жасап жатсыздар, бәріміз бірге жұмыс жасап жатырмыз. Өкінішке орай осы отбасы құндылығын бойына терең сіңірмеген, ата әженің жаңағы ертегісін бойына сіңірмеген кейбір ұрпақтар осы жат ағымның жетегінде кетіп жатыр. Бұл жерде осы жат пиғылды жастарымызды ағымдардан сақтандыру үшін отбасының орны қандай, жалпы жастарға жат ағымнан сақтану үшін қандай дүниелерді сіз ұсынған болар едіңіз? Мен бірінші айтар едім, қазақилықты қандай жағдайда болған кезде де қазақилықты бірінші орынға қою керек. Қандай жағдайда болған кезде. Сол кезде қазақилықты не үшін бірінші орынға қоямыз? Өйткені қазақ әу бастан-ақ әлімсақтан әжелеріміз бізді үйреткен, әлімсақтан мұсылманмын деп айт балам. Я, қазақ немересін сәлемдесуді үйреткен кезде армысың деп үйреткен жоқ. Әжелеріміз ассалау деп кішкентай кезімізден солай қылып үйретті. Ана бір көкеміздің айтқан сөзі бар ғой. Жаңағы Қазақстан, қазақ даласы ширіктің көзі еді. 90-шы жылдары біздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін шынайы дін, шынайы ақида, шынайы тауқид сол кезде кірді. Сонда оған сұрақ қоюға болады да, бұрынғы ата-бабаларымыз сонда не болды? Шынайы емес деген бұл ақида іліміне шаңның тозаңындай бір кедергі болатын болса, шаңның тозаңындай бөлек сенім болатын болса, онда тұтасыменен жоқ деген сөз, сенім ілімі. Мен айтамын, қазаққа имандылықты, қазаққа тауқидты бізге арабтар үйретпей ақ қойсын, кешір. Сол анау жаңағы қазақтың даласына ислам келгеннен бері қазақ ол жүрегін тауқидқа, жүрегін имандылыққа мықтылап бекеп орнатып қойған. Мысал үшін, құдайсыз қурайсынбайды дегенді кім айтты? Қазақ айтты. Жазым болса быламықтан тіс сынады дегенді кім айтты? Қазақ айтты. Құдайдан қорықпағаннан қорық дегенді кім айтты? Қазақ айтты. Енді осыны айтқан қазақ Аллаға серік қосады ма? Осыны айтқан қазақ оның тауқиды шынайы емес па? Сондықтан біз егер қазақилығымызды мықты ұстанып қалатын болсақ, бізге шет жақтан имандылықты үйретіп керек жоқ, ондай шынайы тауқид болмады деп. Өзіміздің Матурidi мектебіміз бар, имам Абу Ханифа мазхабымыз бар. Біздің қазақтың даласына әу бастан не қазақилық орнап қойған, сол имандылық орнап қойған. Анау қарасаң ширік, мынау қарасаң ширік, қызыл шүберек көріп қалсаң ширік, мысал үшін. Мен сол теріс ағымда жүрген бір бауырымызбен сөйлестім. Қызыл шүберек тұрған ол ширік дейді. Мен айтым, көздің назары түсу үшін оны бабаларымыз қойған сонда қызыл шүберекті. Әдемі бір әсем бір затқа байлаған, осындай десем, жоқ, ол ширік болып есептеледі. Неге десең, өйткені көзден қорқайтын Алла ғой дейді. Мен айтам, сен жаздың күні қандай футболка киесің үстіңе, қандай көйлек киесің? Ақ көйлек. Неге? Күннің назарынан сақтайды. Онда ана қызыл шүберекті адамның назарынан сақтайды, ақ киім күннің назарынан сақтайды. Не айырмашылық бар екеуінде? Мынау ширік болмаған секілді, анау да ширік емес. Қарап тұрсаңыз.
Сондықтан да сол көкеміз айтып жатыр дейді ғой жаңағы, мынау арабтардың аталары Құдайдан қатты қорқып еді, Құдай тағала олардың астарына мұнай шығарып қойды. Міне көрдіңдер ма деп айтады. Мен айтам, кешірсін ол кісі, егер де ата бабалардың қатты қорқуы жер асты байлығыменен өлшенетін болса, бізде бірінші нөмірлі уран біздің созақтан шығады, әлем бойынша. Мұнай да Қазақстаннан шығады. Қазақстанда күміс те бар, тас та бар, мырыш та бар, әк те бар. Бүкіл Менделеевтің жаңағы несіндегі бүкіл элементтер бар қазақтың. 100-ден астам элементтің бәрі бар. Жердің астында. Демек біздің ата бабаларымыз арабтардың да ата бабаларынан қаттырақ қорыққан екен. Егер ата бабаның Құдайдан қатты қорқуы жер астының байлығыменен өлшенетін болса. Сондықтан да біз ешкімге қарайтын мұршамыз жоқ. Сол егер біз өткенде біреулер айтып жатыр, жаңағы бір кісі, неге сендер аттарыңды арабша қоясыңдар? Неге Абдулла деп қойып жатсың? Анау Нұрсейіт Жылқышыбай деген әлеуметтік желіге сақ қойды, біреу баласын Әбу Бәкір қойып, біреу Ахмет қойыпты. Неге жаңағы Қойгелді қоймайды, неге Көтібар қоймайды деген сияқты сондай әңгімелерді айтып жатыр да. Мен айтамын, жалпы біз қазақилығымызға қайтатын болсақ, онда біздің арабтарымыз сол пайғамбардың, Алланың жақсы көрген аттары, Абдулла деген ол қазақта болған, Мұхаммед сол, жаңағы Әбу Бәкір ол қазақта да бар. Әбу Бәкір қария деген қария көп бізде, Омар қария деген қария көп, Али деген ат көп бізде, Айша деген әжелеріміз көп, Хадиша деген әжелеріміз көп, Гүлсім деген әжелеріміз көп, Зейнеп деген әжелеріміз көп. Біз керісінше ата бабамыздың дәстүрін жаңғыртатын болсақ, сол Құдай мен пайғамбарға жаққан аттарды қоюымыз керекпіз. Молдалар емес, информ бюро осыдан 5 жыл бұрын Қазақстан бойынша ең көп фамилиялардың тізімін шығарып жатыр статистика бойынша. Сөйтсе Қазақстанда ең көп фамилия Ахметовтер екен. Сонда екінші Омаровтар екен, қараңыз. Сонда бабаларымыздың бұл мұсылман болғандығына бір дәлел болады да. Кенесары бабамыз Құран жаңағы елбасымыз алып келіп музейге берді, мысалы үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына. Кенесары бабамыз намаздың үстінде тұрған кезде дейді, оның Құран оқып жатқан кездерін тарихта көп айтылынады, мысалы қарап тұратын болсақ. Сонда біз негізі қиын біздің мәселеміз. Мысалы мен өзім Маңғыстау өңіріне барып қайттым. Негізі өзінің мұсылман екенін білгісі келген адам Түркістанға келсін, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін көреді. Өзінің мұсылман екендігін білгісі келген адам Маңғыстауға барсын, Созаққа барсын, даланың барлығы мұсылман бабаларымыздан қалған жәдігерлер сайрап жатыр. Пір бекет, біз қазір мешіт сал дейтін болатын болса, бізге кесек керек, цемент керек деп сылтау айтуымыз мүмкін. Салақ қатынға жоқ сылтау дегендей. Бірақ пір бекет бабамыз, Қараман атамыздың сол недегі Маңғыстау өңірінде жер асты мешіті бар. Жер асты мешіті, Шопан атаның жер асты мешіті бар. Сол жерде оқушыларға тәлім берген керемет бір жүйелі түрде структурасын көрсеңіз, ауа айналып тұрады. Солар инемен құдық қазғандай қылып, сылтау айтпай, Алла үшін тасты қашап мешіт салды. Қараңыз. Біздің бабаларымызда сондай жәдігер қалды. Біз айта аламыз, міне мұсылманбыз деп. Қайтпай бабамыз, кеше барған кезде таң қалдым. Оны бұған дейін көрмеген екенмін. Пайғамбар саллаллаху алейхи мешітінің қасында музей бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи мешітінің тарихымен таныстырады. Бір мінбер тұр екен. Тарихын оқи салайын десем, қайтпай 888 жылы хижриде Мәдина қаласында Пайғамбар саллаллаху алейхи мешіт өртенген екен. Сол кезде мінбері де қосылып өртеніп кетті. Ал енді Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар: менің үйім менен мінберімнің ортасы жәннат бақшаларынан бір бақша. Менің мінберім хаузымның үстінде дейді. Сонда қайтпай бабамыз Мысырдан мінбер жасатып кемеменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітіне беріп жіберген ғой. Сол бір ғасырдан аса тұрған, одан кейін Сұлтан Мұрат деген халифа келгеннен кейін оны алып, қарапайым мешітке емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең бірінші салған мешіті, өзінің қолымен салған мешіті Құба мешітіне беріп жіберген. Сол макет әлі күнге дейін тұр, соны көрсетіп. Сонда айтып жатырмын да, енді өзіңіз ойлап қараңыз, жалпы арабтарға бірдемеңді өткізу үшін қазіргі таңда ол анау-мынау адамды тыңдай бермейді. Сонда демек біздің қайтпай бабамыз араб жазирасында соларға әмірлігі жүріп тұрды деген сөз. Ол пайғамбардың мешітіне ойып тұрып, мына мінберді қой деу үшін ол үлкен бір беделділікті қажет. Билігі жүріп тұрды деген сөз, қараңыз. Ал одан кейін де қиямет күніне дейін қалды. Сөйтіп мен Құба мешітіне іздеп бардым, сол біздің бабамыздың минбары бар екен деп. Сосын арабшасын фотоға түсіріп алғам, соны көрсетіп ем.
ана мудирге жолық деді. Ең басшылар деген соған барып ем, ана жазуды бүйте оқып бітті, маған қарап күледі жаңа. Сөйтіп мен қолына шап беріп ұсталды, мен арабша түсінбейді деп ойлады. Сөйтіп алып ертіп барды да ағылшыншалап көрсетіп отыр бір мен бар. Мен айтамын, арабша сөйлесей түсінемін десем, түсінесің ба дейді. Мынау сенің сол бабаңның дейді, жасалынған кезінде жасалынған мінберіңнің макеті мраморменен жасап қойған қазір дейді, қараңыз. Фотоға қарасақ, кезінде ағашпенен көмкеріп әдемілеп жасаған, фотоға қарасам мрамормен жасаған, екеуі дөппе-дөп 100% ұқсап тұр, қараңыз. Сонда қиямет күніне дейін бабамыздың жәдігері қалды. Сонда бізге бабаларымыздың кім болғанын білсек бізге жеткілікті негізінде, қараңыз. Біз өзіміздің қадір қасиетімізге жете алмай жүрген халықпыз. Енді осы жерде сөзіңізді бөлейін. Біздің қоғамда қазір тәңіршілдік деген ағымды білесіз. Дін атын жамылған, өздеріне дін деп жариялап жатыр, өкінішке орай. Сол азаматтар айтады, біздің ата бабамыз мұсылман болған жоқ, біз тәңірші болдық деп. Және де өзге сол кейбір азаматтар бар, олар өздері тәңірші болмаса да не агностик, не атеист, бірақ сол исламның азаматтарының, жалпы мұсылман үмбетінің жасаған бір инедей қателігін өкінішке орай түймедей денесін түйедей қылып әлеуметтік желіге салып адастыруға алып келіп жатқан жағдайлар бар. Сол тәңіршілдік туралы не айтасыз? Жаңа сіз енді ата бабамыздың Маңғыстау бар, Түркістан бар, Созақ бар, барлық нәрсені дәлелмен келтірдіңіз ғой. Бірақ тәңіршілдердің де өкінішке орай әлі де тиылмай, айта күн өткен сайын қатары көбейіп бара жатқан сияқты байқалады. Енді нақтысын айтатын болсақ, мен айтып едім, ол тәңіршілдік, тәңірсіздік деп. Тәңірім деп қазақ Құдайын айтқан. Мәшһүр Жүсіптің тәңірі менен тәңіршілдердің тәңірінің айырмашылығы бар. Мәшһүр Жүсіптің тәңірін айтып кеткен өзі, ол жаңағы Құдай бөлшектенбес, ол жаса жисім жауһар, ол жисім жауһар арот емес, дәл Матруди ақидасындағы тәңірді айтып кеткен Мәшһүр Жүсіп бабамыз. Ол бір. Екіншіден, бұл аққұлақтардың тауығы десек те болады, солардың шотын шауып жүрген. Мысалы әлеуметтік желіде 24 сағат кез келген адам отыра алмайды. Өткенде ойласам, бұларға арнайы ақша төлейді, 24 сағат отырады, бесеуі отырады, біреуді өтірік мұсылман қылып қояды, сөйтіп таңға дейін соны қажайды, күмән салады дегендей, сөйтіп таң ата тәңіршілдердің қатарына қосып отырады, ал оны көріп отырған кейбір адамдар қармаққа түсіп қалып жатыр, қарасаңыз, қараңыз. Сондықтан бұлар үлкен бір проект десек те болады. Сол аққұлақтардың шотын шауып жүрген, Алла сақтасын, өзінің ата дінін баға жетпес Алла тағала калима шахада айтқызып қойған адам жер бетіндегі ең бақытты адам ғой. Мысал үшін қазақтың баласы намаз оқи бастаса, өзбектің баласы намаз оқи бастаса, қырғыздың баласы намаз оқи бастаса, ол бір ғажайып іс емес. Ал енді дінсіз келіп исламды қабылдаса, сол бір ғажайып іс болып көрінеді. Өкінішке орай қазақтың баласы тәңіршіл болып жатыр, қазақтың баласы атеист болып жатыр, бірақ керісінше христиан келіп исламды қабылдап жатыр. Қараңыз, бір кем дүние. Сондықтан да өзінің кім болғанын білгісі келетін болса, бабаларымыздың дәстүрін, бабаларымыздың қандай жолменен жалпы тарихты оқып өтсе де, ол өзінің бабаларының мұсылман болғандығына көз жетеді. Біздің бабаларымызда сондай жәдігерлер қалды. Қожа Ахмет Яссауидан мына не қалды, жаңағы Пірбекеттен қалды, Абай Шәкәрімнен қалды, кітаптары қалды тіпті. Ондай болатын болса, олардың бабаларынан тәңіршіл болғандығына бір дәлел алып келсін. Өткенде біреу жаңа, сендер неге машалла деп айтасыңдар, неге иншалла деп айтасыңдар, арабша айтасыңдар, араб болып бара жатсыңдар, араб құл болып бара жатсыңдар. Бірақ біздің Батыс Қазақстанда орыс болып кеткен қазақтарды сөз қылмайды олар. Батыс Қазақстанда орыс болып кеткен, дәстүрі де, өзі де шошқаның етін жеп жүрген қазақтар бар, өкінішке орай. Солтүстік өңірде де көп. Ал енді егер де бір ұлттың тілін айтуменен сол ұлтқа сіңіп кететін болса, біздің қазақ 13 ғасырдан бері қата есептегеннің өзінде бәленбай ғасыр, мыңдаған жыл араб болып кеткен жоқ. 70 жыл Союздың қол астында орыс болып кетті кейбір өлкелеріміз. Қараңыз. Ал енді бұл тарихтан дәлел. Ал енді біздің жаңағы егер басқа ұлттың тілін өзімізге кіргізіп, тілімізді соларменен шұбарлайтын болатын болсақ, басқа ұлтқа сіңіп кететін болса, қазақ ұлты жоғалып кететін болса, бүкіл Қазақстан бойынша 7000 бірнеше мектеп бар. 7000 мектептің 1000-нан асасы орыс мектебі. Қазақ орыс мектептері де бар арасында. Бүкіл мектептерде орыс тілі оқылынады, ағылшын тілін оқылынады. Тіпті бала шағамызды ағылшын тілін біл, бұл әлемдік тіл деп пұл беріп оқытамыз. Онда шынымен қазаққа жаның ашитын болатын болса, тек қана қазақ тілін оқытыңдар. Қараңыз.
Сондықтан бұның мақсаты не? Мақсаты сол тәңіршілдердің, атеистердің ойбай мына мұсылмандар мұсылмандап бара жатыр. Бұл мұсылмандар жүрген жерде қоғам кері тартады, кері дамымайды деген сияқты уәждерін айтады өздері. Неге жақсы елге үлгі болып жатқан араб мемлекеттерін айтпайды? Дубайға өзі қыдырып барады, мысал үшін. Демалып келеді. Демалып келеді. Ең үлкен ғимарат сол Дубайда. Ең әсем жерлердің барлығы сол Дубайда. Сол Дубай арабтардікі. Египетке барып келеді Шарм-аш-Шейхқа демалып. Ол да арабтардікі. Алып келеді да, Ауғанстан негізі араб мемлекеті емес қой. Алып келеді да Ауғанстанды мысал қылады, алып келеді да Сирияны мысал қылады. Индонезияны алып қара мысал үшін, қандай дамыған мемлекеттердің қатарында технологиядан Япониядан кейін екінші орын келе жатқан мемлекет. Солардың барлығы мұсылмандар мысал үшін қарап тұрсаңыз. Сондықтан жаңағы түймедейді түйедей қылып мұсылманды жек көрсету мақсаттар сонда ғой, енді Алла сақтасын. Мен айтамын, керісінше сол иншалла машалла қайта айта берейік. Соны айтып жүрген окей деп те айтып жүр, соны айтып жүрген ағылшынша сөздерді қосып, орысша сөздің 10 сөз айтатын болсақ, 4-еуі орысша сөз айтамыз мысал үшін қазіргі таңда. Ал енді қарап тұратын болсаңыз, біз әрбір саланың өзі несі білініп тұрады. Мысалы, гол деген сөз футболға қатысты нәрсе, раунд деген бокске қатысты. Әр саланың өзінің атрибуттары бар. Иншалла, машалла деген діндарлықты көрсететін болса, неге соны дағуат қылып, қайда соны көбірек тарқатпасқа? Түсініңіз ба? Сондықтан сол енді тәңіршілдердің, атеистердің, әйтеуір қайтсе исламға күйе жағам деп жүргенде ғой. Мен айтамын, қайта осы тәңіршілдердің, атеистердің шыққаны бізге жақсы. Кезінде уахабилер шығып еді, имамдар да деңгейін көтеріп, қамандар, бір көтеріліп қалды деңгейі. Ал енді тәңіршілдер шықты, мына жақтан атеистер шықты. Бізде енді олар қарсы дайындаламыз. Ол бір. Сосын білсін, Құдаймен күрескеннің барлығы жеңілген. Құдаймен күрескеннің барлығы жеңілген. Екінші, Құдаймен күрескеннің барлығы жеңілген болатын болса, қараңыз, бұлар Құранда аят бар, олар Алланың дінін өшіргісі келеді дейді. Дінін өшіреді. Құдай тағала нұрын толықтыра береді дейді. Дінді тұншықтырам деген адам, ұзын сөздің қысқасы, діннің тынысын ашады, дінге көмектеседі. Дінге зиян тигізіп жүріп, дінге көмектеседі. Қазіргі таңда хиджаб киген қыздарды шығарып қойып, белден төмен мүше туралы әңгіме айтқызып жатыр. Ол ана мұсылман қыздар емес, соның тәңіршілдер, атеистер шығарып отыр. Неге? Мақсаты мұсылман қыздар жек көрсету. Сол қызды көріп, мұсылман қызды, сон мұсылманның кейпіндегі тәңіршілді көріп, мүше туралы айтып отқан қызды көріп, 3 адам мұсылман қызды жек көрсе, Құдай тағала 100 адамды алып келіп қоюы мүмкін. Орамал тартқан мұсылман қызды жақсы көретін. Қараңыз. Сол қызды көріп, 3 адам діннен безіп кететін болса, Құдай тағала 100 адамды алып келіп қоюы мүмкін оның орнына. Қараңыз. Сондықтан дінді тұншықтырам деген адам, ол діннің тынысын ашады. Ол дінге көмектесіп жүрген адам. Негізінде діннің жарнамасын жасап беріп жатыр. Діннің жарнамасын жасап беріп. Черный пиар тоже пиардың кебін киіп жатыр дейсіз ғой. Енді аға, уақытты да біз енді тиімді пайдаланайық. Бүгінгі тақырып жастар және дін дедік, жаһандану туралы айттық, лудомания туралы айттық, отбасын айттық, тәңіршілдікті айттық. Шамамыз келгенше тағылымды бір сұхбат құруға тырыстық. Бүгінгі сұхбатымыздың қорытынды сұрағы болсын. Сол діннің жолында жүрген жастарға, мейлі ғылымның жолында жүрген жастарға, елдің қызметінің жолында жүрген жастарға айтар бір қандай кеңесіңіз бар? Мына нәрсені жасасақ, біз осы нәрсемен өзімізді, жастығымызды дұрыс пайдаланамыз және ұлтымызды, дінімізді дұрыс көрсетеміз деген. Жастарға айтатын кеңесім, әсіресе дін саласында жүргендерге, ол әуелі өзіме насихат. Құранда аят бар: «Я айюхаллазина аману лима тақулуна ма ла тафалун». Ей иман келтірген пенделер, неге өздерің істемеген нәрсені істе деп айтасыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзінен бұрын амалы бірінші жүрген. Сондықтан да айтатын, әуелі өзіміз амал қылып, мұсылман адам ақ көйлек секілді дейді, ақ көйлектің дағы бірден көрінгені секілді, біздің айыбымыз бірден ашылып қалады, бірден көрініп қалады. Сондықтан әуелі өзіміз қате баспай, өзімізді үлгі тұтатығын болатын болсақ, онда иншалла сол амалымызбенен қоғамға пайда келеміз иншалла. Рахмет. Енді біздің жаңа өзіңізге айттың тосын сұрақтарымыз бар. Оны блиц сұрақ деп айтаймыз. Жалпы Құранда сіздің жүрегіңізге жақын 3 сүре, не болмаса 3 аят. Енді жаңа біреуін айттыңыз. Жалпы Құранның аяттарын бөліп жармайсың ғой. Бірақ Пайғамбар саллаллаху қызықтырып кеткен жаңағы нелер бар. Сосын бабаларымыз таңертең Ясин сүресін оқыса,
кешке жақын мүлік сүресін оқып отырған. Менің әжем де солай істеп өткен. Талай өзбек апаларды да көрдім. Балам, мен кешке мүлік сүресін оқып жатам, таңертең Ясин сүресін оқимын. Мен де соны оқуға тырысамын. Танымал ұстаз Нұралы Бақытұлы соңғы оқыған кітабы. Соңғы оқыған кітабы дейсіз ба? Мен қазір Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя деген кітабын бастадым. Сіз дін қызметкері болмағанда кім болар едіңіз? Мен негізі дін қызметкеріне дейін охранник болғам. Бірақ мен өзімді мүлдем бір ұстаз болам, я болмаса молда болам деп дін оқып жүрген кезде де олай елестеткен жоқ. Мен өзіме жеткілікті шариғи білімді алам, сөйтіп бір басқа салада жұмыс істеймін деп ойлағам. Бірақ танымал уағызшы болдыңыз. Бүгінгі жастар Танымалдың екі түрі бар дейді, Айбек Қалшабек бауырымыз айтады. Біреуі танымал, расында иә өнегесі бар адам дейді. Екінші малды танымал дейді да, мынау мал танымал дегендей. Жаңағы атың шықпаса жер өрте деп танымал болып малды танып жатқан заманымыз да бар. өкінішке орай. Өкінішке орай. Бүгінгі жастар Нұралы Бақытұлының уағызын өте көп тыңдайды. Ал Нұралы Бақытұлы тыңдайтын 5 уағызшы кім? 5 уағызшы Сансызбай Шоқан ұстазымыз тыңдаймын. Ризабек ұстаз, Арман ұстаз, Ерсін ұстаз. Сосын қазіргі жастардың ішінде өзімізден төмен деңгейде жүргенде біраз уағызшылар бар. Сол Нұрсұлтан Рысмахамбет ұстаздың да уағыздарын тыңдап тұрамын. Рахмет. Бұл енді сізге тосыннан дайындалған блиц сұрақтар еді. Шын көңілден жауап бердіңіз деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақытта осымен тәмам. Нұралы аға, бізге арнайы уақыт бөлгеніңізге, келгеніңізге, өзіңіздің тағылымды сұхбатыңызды бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Елдің жолында, діннің жолында қызметіңізге Алла тағала жәрдемші болсын дейміз. Отбасыларыңызға, шығармашылық жұмыстарыңызға да толағай табыстар тілейміз. Амин. Келесі жолы да Түркістанға, киелі рухани шаһарымызға келіп жатсаңыз, Күлтөбе студиясы әрқашан дайын. Өзге де тақырыптарда ой өрбітіп сұхбат алуымызға үнемі біз дайынбыз. Құрметті көрермендер, келесі бағдарламаларда кездескенше аман сау болыңыздар. Амин.